Башы жәрдемақы алатындары тезірек көрсін. Жақсы жаңалықтар ада. Видеомыз астына бір емес мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы көбейді. Биыл көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы көбейді. 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 3692 теңге болып белгіленген. Алғашқы 3 баласын туғандарға 38 яғни 1400-296 теңге жәрдемақы тағайындалды. 4-ші және одан көп бала туғандарға бір реттік жәрдемақы төленеді. Сонымен қатар, егер егіз немесе үшінші болса, жәрдемақы баланың әрқайсысына жеке тағайындалады. Бұл бір реттік жәрдемақы мөлшері көп бала отбасыларға ай сайынғы жәрдемақыда көбейген. Әлеуметтік кодекстің 91-ші бабына сәйкес оның мөлшері мынандай: 4 балаға шамамен 59183 теңге. Ал зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбатты көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен?